саламатсыңдар ма, құрметті оқушылар? Бүгінгі сыныптан тыс сабағымызды Мұқағали Мақатаев атамыздың 90 жылдық мерейтойына арнаймыз. Бүгінгі сыныптан тыс сабаққа қош келдіңіздер. Ал қане Саша жалғастыра ғой. Қазақтың әйгілі ақыны Мұқағали Мақатаев Алматы облысы Райымбек ауданда Қарасас ауылында 1931 жылы 9 ақпанда дүниеге келген. Мұқағалидың азан шақырып қойған толық аты Мұхаммед Қали. Ақын 10 жасынан бастап өлең жаза бастады. Мұқағалидың әкесі Сүлеймен шаруа адам еді. Бастауыш сыныпты Қарасас ауылда оқыды. Орта мектепті ауылдан орталығы Нарынқолдағы мектеп-интернетте оқып бітірді. 1998 жылы мектепте мұғалім болып жұмыс істейді. Абай өлеңдерін оқып, одан үйренді. Ол Абайдың алға қойған мақсатын өз мақсатым деп білген. Екі ақынның мақсаты үнден тілеп сабақтасып жатады. Туған жерге, туған елге, халқына, туған отанына деген махаббат сезім. Ақын ретінде оның басты тақырыбы. Мақатаевтың өлеңдерін сөп оқымайтын, тыңдамайтын адам жоқ. Ақын ағамыздың қалам тартпаған тақырыбы қалмаған. Ана мұның, әке зарын, ертең жесір қайғысын, ердің ерлігін, бәлхүх махаббатты, достықты жырға қосқан. Сонымен бірге өз халқының салт дәстүрін, әдет-ғұрпын қадірлей білген олжанды ақын. Ал балалар, біз өзіміздің Мұқағали Мақатаев туралы білімімізді тексеріп көрейік. Кәнеке Саша? Жақсы, біз Абай Құнанбаевты таптық. Келесі сұрақ. Мағжан Жұмабаев атамыз. Бұл кісі? Ал тексеріп көрейік. Жақсы. Келесі сұрақ. Шәкәрім атамыз. Жақсы. Келесі сұрақ. Сәкен Сейфуллин атамыз. Таппай қалдық. Бұл жерде қара сөздің авторы емес. Онда бізде жақсы, жарайсың таптың. Келесі. Мұқағали Мақатаев. Жарайсың. Міне, Саша бәрін толық орындап шықты. Біздің Мұқағали Мақатаев атамыздың сәтті сұрасына 3 бақытым деген өлеңін біз таптық, Жарайсың, Саша. Балалар өздерің білесіздер, жаңа Алина айтқандай, Мұқағали Мақатаев тек қана отан туралы, туған жер туралы, тіл туралы тақырыпқа ғана жазбай, салт дәстүрге байланысты, әдет-ғұрпқа байланысты да өлеңдер жазған екен. Сол өлеңнің бірі Наурыз айы туғанда. Ал енді біз балалар Наурыз туралы не білеміз? Кәнеке ойларыңды ортаға салып отырыңдар. Наурыз мерекесі әлемнің ең көне мерекелердің бірі. Ортақ Азия халықтарының 5000 жыл бойы аталып өтіледі. Наурыз сөзі парсы тілінен аударғанда жаңа күн деген мағына береді. Ежелгі жыл санығы бойынша 22 наурызда күн мен түн теңеседі. Діни мереке емес. Бұл күн қыстан аман есен шығып күн нұрында бүленіп жаңа жылды қарсы алу мерекесі. Наурыз мерекесінде кіріскен жандар бір-бірін құшақ-жая қарсы алып игі тілектер. Елбасы наурыз айының 22 жұлдызын наурыз мейрам деп жариялады. Ал 2009 жылдың 24 сәуірде Қазақстан Республика президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев наурыз айының 21, 22, 23 наурыз күндері наурыз мейрам деп атақ берді. Мұқағали Мақатаев осы наурыз атты өлеңін өзінің керемет тіл байлығымен әдебиеттің көркем сөздері арқылы сөзбен салып, суреттеп бізге бай қазынасын қалдырып кеткен. Ақынның табиғатқа өмірге деген құштарлығы адам рухын жандандырады. 1988 жылы Наурыз мерекесі жаңадан тойлана бастағанда, атақты әнші Роза Рымбаева сазгер Талғат Сарыбаевқа
осы Мұқағали Мақатаевтың Наурыз думан өлеңіне музыка жазып беруін өтінеді. Содан 1989 жылдан бері бұл ән бірінші рет сахнада орындалады. Міне әлі күнге дейін осы ән Наурыз тойының сәні болып келеді. Кәнеки балалар, осы әнді тыңдап тамашалап көрейік. Біздің өзіміздің жаңа Наурыз туралы алған білімімізді тексеріп көрейік. Кәне Алиша мен Ханифа тапсырманы орындап көрсін. Алиша. Жақсы. Ханифа. Жақсы. Киіз үй састық көріңдер. Жоқ. Жақсы. Керемет. Мына енді дұрыс болды. Астына қойды. Ал енді білімізді тексеру үшін мынау көпті басып көрейік. Міне балалар, біз Наурыз туралы өзіміздің білімімізді тексеріп шықтық. Жарайсыңдар. Мұқағали Мақатаев атамыз көзі тірісінде жазылар естеліктер мен туралы деп айтып кеткен. Біз Мұқағали Мақатаевтың тек қана Наурыз деген өлеңмен танысқанын қойған жоқпыз. Тағы да біз білетін көптеген өлеңдер бар. Кәнеки балалар, кім қандай өлеңдерін оқып жатқа біледі екен? Кәнеки айтып шықтыңдар. Жақсы. Үш бақыттым. Жақсы. Бабаларым рахмет сіздерге. Мен ғасырым. Пенделік. Жақсы. Есіне ойламасын. Көктемде келеді. Көктемде келеді. Өте жақсы. Бауыржан атамызға арнаған. Жақсы. Бауыржан атамызға арнаған өлеңі де бар екен. Балалар, өздерің білесіңдер, ақындардың көбінесе мынау халықтың арқасында ақындардың мұрасы мәңгі сақталып қалады. Ақындарды іздейтін халық. Ал халық бар кезде ақынға өлім жоқ. Енді қараңдаршы, мынау Мұқағали Мақатаев атамыздың өзінің атының өзі ерекше. Атының өзінде қаншама мән мағына бар. Мұқағали деген сөздің аттың өзінде қараңдаршы. Мұқағалидың ағзан шақырып қойған есімі Мұхаммед Қали. Ол ұрпаққа ұлағатты жырларын Мұқағали атамыз зор сеніммен аманат еткен. Қыр дегеніміз Қарасас, Мұқағали атамыздың туып өскен жері. А дегеніміз аманат, Аққудың қанатына жазылған жыр кітабы. Бұл кітаптың авторы Мұқағали Мақатаев. Ғасыр, яғни Мұқағали Мақатаев ғасыр ақыны. А дегеніміз Асқар Ораз ақын. Осы Мұқағали Мақатаевтың шығармашылығын зерттеп, 4 томдық шығармалар жинағын құрастырған. Бұл дегеніміз Лашын Мұқағалидың өмірлік жары, яғни сүйген жары. Имандылық. Адамзаттың ең бірінші имандылық керектігін Мұқағали атамыз дүниежүзі мұсылмандарға хат деген өлеңінде жырлап кеткен. Міне, ақынның өзінің атының өзінде қаншама мән мағына жатыр.
Біз Мұқағали Мақатаевтың бүгін біраз өлеңдерімен таныстық, оның жаңағы өлеңіне жазылған әнімен таныстық. Енді Мұқағали Мақатаевтың өлеңдерін өздерін оқып, жаттап, жүректеріне сақтап жүріңдер. Себебі Мұқағали Мақатаев атамыз біздің мәңгі жүрегімізде. Ал балалар, бүгінгі Мұқағали атамыздың 90 жылдық мерейтойына арналған сынып сағаты осымен аяқталды. Сынып сағатына қатысып, белсенділік танытқандар үшін сіздерге көп рахмет, алғысымды білдіремін.